Саламатсыздар ма? Кеше айткандай, бүгүн биринчи сабактан баштап видеого түсүрөм. Биринчи сабак. Онун баардыгы YouTube ссылка аркылуу жиберилетін болот сиздерге. Так, бизде биринчи сабак боюнча Абай Кудамбаевдин сүйлөтүү керек болгон, такпагын айткызып, получается биз ода айттым 3 программаны колдонабыз деп. Практикалык жумуш боюнча ChatGPT'де, одан кийин ChatGPT'ден кийин колдонатын программа Нарекет, мынау куштун сүрөтү турган попугайдын, и одан кийин Hedra деген сүрөттү козгалтуу үчүн. Яғни биздин максат биринчи сабактагы катышпаган устаздар үчүн, жаңағы жасай алмаған ұстаздар үшін біздің мақсат осындай видео жасау болу керек болған. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба. Осындай жасауымыз керек. Ол үшін бірінші ChatGPT-ға кіреміз. Так, ChatGPT-ға кіреміз. И мына жерде спросите что-нибудь деп тұрып, осы жерге сіздер бүкіл өздеріңіздің керекті запростарыңыз жасайсыздар. Запрос промпт деп аталады. Жаңағы тапсырма жазғызу үшін, тест жасатқызу үшін, жаңағы Абай атамыздың фотосын монтаждау үшін, қанық қылу үшін деген сияқты нәрселердің барлығын осы спросите что-нибудь деген жерге жазасыздар да, плюс деген жерде фотоларды қоясыз. Так, қазіргі бізде тапсырма бірінші ChatGPT-дің промпт жазуы, ол Абай Құнанбаевтың суретін реалистичный қылып жаса, форматы 9:16 болсын деп тұр. 9:16 деген ол бізде телефонға арналған формат. Ал егер 16:9 десеңіздер, бұл YouTube-ға арналған формат. Осындай форматта болады. Так, онда бірінші промптымызды жазамыз. Одан кейін бізде екінші промпт, мынаны үй тапсырмасы ретінде өздеріңіз отдельно жазсаңыздар болады. Сіздерге презентация барлығы жіберілген. И бізде екінші промпт, жаңа осындай картинкамызды аламыз да интернеттен. И оны жаңағы қанық жаса деп задание беретін боламыз. И одан кейін бір тақпағын алып әрекеттер жазамыз. И одан кейін әрекеттер жасағаннан кейін бұл жерде регистрация қалай жасау керек барлығын көрсететін боламын. И одан кейін Hedra'да қалай жұмыс жасау керек соны көрсететін боламын. Онда кеттік, уақытты алмайық. Біз бірінші қалай ChatGPT-ға кіреміз. Кірмеген ұстаздар болса, соған көрсетіп кетейін. ChatGPT-ға Google-ға жазамыз ChatGPT деп. И одан кейін сіздер мына екіншісін таңдасаңыздар болады. И сол жерде войти деп тұрады. Войти, немесе егер Gmail аккаунттарыңыз болмаса, регистрация жасасаңыздар болады. Егер Gmail аккаунттарыңыз болса, онда войти деп кіресіздер. Так, получается, дальше не істейміз. Дальше егер Gmail аккаунт болса, продолжить Google деген басасыздар. И бұл жерде өздеріңіздің аккаунттарыңызды таңдайсыздар. Бұл жерде мен Жансая Бақытбек деген таңдаймын. Кейде мына жаңа бірінші кіріп атсаңыздар, таңдаған кезде мына жерде сіздерден рұқсат сұрайды. Сол кезде продолжить деп басасыздар, қорықпай баса беріңіздер. И осы жерге біз бірінші немізді жасайтын боламыз, запросымызды. Бірінші запросымызды қазір мен басқа неде жасайын. Так, новый чат. Бірінші запросымыз осы тапсырмалар жаңағы салынған YouTube каналдың астында жазылып тұратын болады. Сол арқылы қайталайтын боласыздар. Так, бірінші тапсырма бізде мынандай. Осылай жаңағы осы жерге жазасыздар. Сосын мына стрелканы басасыздар. И күтесіздер. Уже картинканы генерация жасап жатыр ChatGPT. И одан кейінгі бізде задание Google-ға кіреміз де, жазамыз Абай Құнанбаев деп. И одан кейін осы картинкасын алуымыз керек. Мына картинкасын аламыз. Сохранить етеміз. Сохранить. Осыны қойып қоямыз. Бізде ол екінші тапсырма болады. Қазір пока мынаны жасап жатқанша. Бұл жасалынып жатыр. Оған дейін біз не істейміз? Біз жасалып дайындап қоямыз. Мына плюс дегенді басамыз. Басып, добавить фотографии файлы деп тұр. Осыны басамыз. И сосын осы жерде мына картинкамыз таңдап аламыз. Сосын бізде тапсырма бойынша
Мына жерге біз промпт жазуымыз керек. Промптымыз осы суретті қанық түсті етіп жаса. Вот бізде жаңағы запрос берген кезде осындай картинка шығарып тұр, жаңағы запрос бойынша. Яғни чат GPT-ның базасында Абай Құнанбаевтың туралы мәліметтер бар деген сөз. Так, осы суретті анық қылып жаса. Жібереміз. Мына суретті қанық қылып жасап жатыр. Мынау біздің Абай Құнанбаевтың суретін жаңағы берген тапсырма бойынша реалистичный қылып жаса деді. Бұл осылай жасап берді. Бұны скачать ету үшін мына суретті басқан кезде мына жерде ұнаса ұнады, ұнамаса ұнамады деп басасыздар, немесе ұнаса жаңағы скачать батырмасын басасыздар. Автомат түрде мына жерде сіздерде көрінетін болады. Енді жаңағы Абай Құнанбаевтың фотосын бізге жасап беріп жатыр. Оған дейін біз мына әрекетте аудиомызды жасай берейік. Не істейміз? Так, мына әрекетте бізде 1 минутқа дейін бесплатно бір күнге береді. Сондықтан біз мына жерден қарайық. Бүкіл жаңағы біздің қолданған дүниелеріміздің барлығын осы жерде салып қоямын астына. Так, мына әрекет создать аудио. Мына жерде біз нені таңдап аламыз? Так, басқа сайт қой. Қазақша құру. Осы жерден осылай теріп жасасаңыздар да болады. Ссылкасы болады. Ссылкамен автомат түрде кірсеңіздер болады. Так, берікті таңдап алайық. И сосын мынаны алып тастаймыз да, оның орнына Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба деген өлең жолын қоятын боламыз. Мына жерде кішкене ғана ала салайын. Копировать етіп, осы жерге қояйық. И аудио құру. Күтеміз. Құрылды, тыңдап алсақ болады. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Енді осыны скачать етіп аламыз. Болды, бізде аудиомыз дайын. Енді осы біздің о картинкамыз тоже дайын болды. Қанық қылып жаса деген. Енді осындай картинкамызға біз не істесек болады? Үшінші тапсырмамыз. Анау бізде екінші, мынау бізде үшінші тапсырма болады. Стиль таңдаймыз. Реалистичный стиль, көркем стиль, жаңағы абстрактты стиль. Біз реалистичный стильде Абайдың суретін жасап алдық. Енді абстракты мен көркем стильде бізде заманауи өңдеу, фонға ұлттық нақыш қосу деген абстракт стильде бейне сақталады, бірақ артық фонға жаңағы элементтер қосу керек болады. Оны осылай копировать етіп қойып жазсаңыздар болады. Кітап дегенді алып тастасаңыздар болады. Ана кітап не болып шығып тұрады. Сондықтан ол жағын алып тастауға. Кітап дегенді алып тастайық. Мына картинканы жасасаңыздар болады. Осы тұрған картинкаға, немесе мына тұрған картинкаға жасасаңыздар болады. Разница жоқ. Содан кейін таңдап аласыздар. И күтесіздер, мынау айналып жатқан кезде мынау серый болып тұрады. Біткен кезде черный болады. Жібереміз. И күтеміз.
И оған дейін біз үшінші программамыз Хедраны мен жұмыс жасай берейік. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына жаққа жазамыз Хедра деп. Хедра.комға автомат түрде кірді деп, ол маған керек емес. Сіздерге чтобы понятно ол үшін Хедра деп іздейін. Хедра деп кірген кезде осы біріншісін таңдайсыздар. Қара значогы бар. Бұл бізде қазақстандық интернет бойынша ақша сұрайды. Сондықтан VPN қосу керек болады. США-ның VPN. Сол кезде сіздер 120 кредит қолдана аласыздар. Бірінші қалай жасаймыз? Бізде видеоны таңдау керек. Или немесе мына жақтан таңдасаңыздар болады, немесе мына жерден таңдасаңыздар болады. Басында осылай шығады. Сол кезде видеоны таңдап алсаңыздар болады. И одан кейін мына жерде видеоны таңдаған кезде старт фрейм деген ол фото қоюға арналған, аудиоскрипт деген ол сіздің жаңа жасап алған аудиоңызды қоюға арналған. Мына жерде формат тұр, соның форматын 916-ға өзгертесіздер. И сосын мына жерге жаңағы промпт жазасыздар. Қандай болу керек, сөйлеп тұр, тақпақ айтып тұр деген сияқты сондай нәрселер жазасыздар. Қазір неміз дайын болса көрейік. Мына жерге регистрацияны тоже біз через Gmail жасауымыз керек. Фото дайындалып отыр. Пока мен дайын фотомен жасай берейін. Аудиоларын загружать ете берейін. Неғылым таппай мақтанбаның. 2 рет басып. Дайын. Мына жерде егер көп болса, 20 секундтан көп болып кетсе, қысқартасыздар. Мынаны бүйтіп жылжыту арқылы. Сол кезде секундты қысқарады. Бізде 20 секундқа дейін бесплатно беріледі. Мына жерде айтып тұр, артындағы шумды алып тастайын ба деп. Бұл бізде аудио дайын болғандықтан ондай нәрселер қажет емес. Add to видео дейміз. Видеомыз бізде қойылып тұр. Енді келесі тапсырма, мына жерге немізді жазып қоямыз. Жаңа промптымызды. Grandpa talks and moves деп жаза салайық. Өздеріңіз дополнительно жаңағы запрос жасасаңыздар болады, осындай сөйлеп тұру керек, осындай нәрсе болу керек деген сияқты. Или мынаған Хедра.комға осы суретке промпт жазып бер деп ChatGPT-ден сұрасаңыздар болады. Так, бізде мынандай картинканы жасап берді, әдемі. Осы картинкамызды скачать етіп аламыз да, мына жерге қоямыз. Қойған кезде мына жерде create image деп тұр. Бұл жерде картинка создавать етуге болады. Бірақ біз дайынды бесплатно ChatGPT-ден жасап аламыз да, осы жерге апплоудпен қоямыз. Вот қойған кезде осы вот аудиоңыз дайын тұр, жазулардың бәрі кетіп қалды. Енді дальше не істейміз? Дальше біз мына кнопканы басамыз, стрелканы. И күтеміз. Мына жерде көріп тұрсыздар ма? Басқан кезде уже бізде платный версиясын сұрап тұр. Енді соған байланысты біз нені установить етеміз, жаңағы браузерімізді, VPN-ді. Оны установить ету үшін мына жерде браузер VPN, бесплатный VPN для Chrome деген таңдайсыздар. И таңдағаннан кейін мынандай шығады. Установить деп басасыздар. Установить расширение. Установлено. Мына жерде мына экранда мышка қозғалып тұр ғой, бұл жерде нені басу керек, қалай жасау керек, соның инструкциясы көрсетіліп тұр негізі. Установить еткен кезде. Дальше не істейміз? Дальше мына значокты басамыз, пазл сияқты. Басқан кезде мына жерде браузер или у вас бесплатный VPN деп жазылып тұрады. Соны басамыз. И сосын принять етеміз. Мына жерде де соны көрсетіп тұр негізі. И включить VPN Нидерланды деп шығып тұр. Мен тура осылай жасап отырмын. И сосын бұны США-ға ауыстыру керек. США болды. Ауысты бізде VPN-іміз. Енді бізде VPN установлен. Не істейміз? Енді тағы да жіберемізден. Уже жіберген кезде бізде генерация кетіп тұр. Бізден ақша ештеңе сұрап тұрған жоқ. Егер қазақстандық интернетпен қосылатын болсаңыздар, сіздерден жаңа осы видео жасау үшін ақша сұрайтын болады. Сондықтан VPN қосып алсаңыздар болады. Бұл сіздерге дополнительный навык қой, цифрлық сауаттылықтарыңызды
дамытып жатсыздар, потому что жасанды интеллекттің көбісі жаңағы осылай платный версия ұстаған кезде альтернативный выходтарды іздеу керек. Осында VPN арқылы бесплатно қолдану деген сияқты. Енді осының нәтижесін күтеміз. Осылай жазылып тұрады. Ам, Генерация жүріп жатыр сіздің видеоңызға деп. И соны күтеміз. Қазір мынау ұзақ болуы мүмкін, соған байланысты сіздер айналдырып жүрсеңіздер болады. Тек так, түсінікті болды ғой, әрекетті жаңаға тіркелмей жасай беруге болады, немесе тіркеліп алып жасасаңыздар болады. Бұл жерде определенный символдан асып кетпеу керек, 1 минуттық символдан аспау керек. Егер 1 минуттық символдан асып кетсе, сіздерден ақша сұрайтын болады. Күніне 1 минут қана қолдана аласыздар. Мұның өзінің кредиті бар. Вот мынау уже жасалынып жатыр. Ары қарай егер сіздерде Google'да болмаса, бұл егер Google'дарыңызда определенный фильтрлар болса, запреттер, соның барлығын тексеріп барып жасауларыңыз керексіздер. Кейбір немесе басқа аккаунттан көрулеріңіз керексіздер. Так, енді мынау жасалынып жатыр. Түсінікті деп ойлаймын. Әрекетті қолдандық. Енді ChatGPT-да басқа да тапсырмалар жасауға болады. Сол жағын да айта берейін. Бізде мына жерде тапсырмамыз бар. Дайын болған жағы. Интернет желісінен талдау жаса деп береміз. Бірінші тапсырма бойынша ChatGPT-ға. Так, мынау бізде дайын болды ма? Көрейік. Так, 80% болыпты. Видеомыз 15 минуттан асып барады. Так, мына жақта не болып жатыр екен? Міне мынандай нәрселер берілген. Таблица түрінде беріліп тұр. Анықтамалар берілген. Анықтамалардың ссылкаларымен берілген, қай жер жазылып тұрған. Осындай запростар жіберсеңіздер болады. И екінші тапсырма бойынша тоже жібереміз. Интернет желісін жасанды интеллекттің дамуына ықпал еткен адамдар тақырыбына ақпарат іздеп тап, кестені толтыр, немесе кесте түрінде деп жіберсе болады. Күтеміз. Мынау бізде шықты уже. Не істейміз бұны? Енді бұны тыңдаймыз. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай баптанба. Құмарланып Қыз ойланып отыр. танба. Ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол. 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Тілеуің, өмірің алдыңда. Ғылым таппай Мына мақтанба. жерде расширениялар жазып тұр. Орын таппай. Дайын. Одан кейін мына жерде жаңа кітап қайта-қайта қозғалып тұр ғой, соның барлығын осы жерге жазасыздар. Кітап қозғалмау керек деген сияқты ағылшынша переводчик арқылы жазсаңыздар болады. И одан кейін бұны скачать етіп аламыз. Не, download деп басып, бізде скачать заданиямыз жұмыс жасап жатыр. Күтеміз. Осымен біздің бірінші тапсырмамыздың заданиясы дайын болды. Осылай сіздер маған жасап жіберулеріңіз керексіздер. Скачать етіліп жатыр. Күте тұрайық.
Дайым болды осындай неде. Осымен аяқталды. Осы тапсырманың барлығын жасап жіберіңіздер.